Тұрғын үй алу барысында тұрғындар тарапынан туындайтын сұрақтар жетерлік, ал олардың ішіндегі ең өзектісі қаржы саласына қатысты. Арнайы жарнамалық беттерде пайыздық немесе цифрлармен көрсетілген жүйелерде көбісі түсінбей жатады. Содан болар мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдауда қиындатылған жүйеге балап, бас ауыртқысы келмейтіндер қарасы қалың. Бүгінде осы бағытта екінші деңгейлі банктер бірқатар жұмыстар жасалуда. Толығырақ тілші тарқатсын. Тұрғын үй алу түйткілді мәселе деп қарастыратындар аз емес, себебі қаржылық сауаттылық пен ақпаратты дұрыс түсінбеудің салдарынан бағдарламалардың үлкен мүмкіндіктер сыйлайтындығы жөнінде тұрғындардың басым бөлігі хабарсыз. Қазіргі таңда бірқатар қаржылық мекемелерде халыққа түсіндіру жұмыстарын офлайн форматта, кеңесшілер тобы жүргізсе, онлайн форматта арнайы бөлім бойынша және видео байланыс арқылы барлық сұрақтарға жауап беріп, қажетті ақпараттарды барынша жеткізуде. Тұрғындар арасында бүгінгі таңда мынау қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында бізде мынау кеңесшілер тобы жұмыс атқарып отыр. Бұл Тараз қаласы бойынша бірнеше біздің филиалдан бөлек консультационный центр дейміз. Сол жерде де біздің кеңесшілер өз жұмыстарын атқарып отыр. Одан бөлек бізде онлайн жүйесі де жақсы дамып келе жатқан жайы бар. Біздің мынау интернет банкинг арқылы бүгінгі таңда филиалға келмей, тікелей өздері счет ашуға мүмкіндіктері бар. Интернет жүйемізде, мына Инстаграм парақшамызда күнделікті посттар салынып отырады. Қалай қаржы жинақтауға болады, қандай тиімді жолдары бар, үйден шықпай істейтін қандай операциялар түрлері бар деген сияқты. Белгілі пайыздық мөлшерлемеге сәйкес алғашқы жарнасын төлеу арқылы баспаналы болуға болады. Мемлекеттік бағдарламаның тиімділігі осында. Бүгінде елімізде баспана алуға қатысты бірқатар бағдарламада өзгерістер бар. Оң өзгерістерді пайдаланып, тұрғын үйге қол жеткізіп жатқан жандар да жоқ емес. Сондай бағдарламалардың бірі бақытты отбасы. Отбасы бағдарламасы бойынша бұрын 3 түрлі категория қарастыратын болса, қазір кішкене өзгертулер енгізілді. Оған мысалы көп балалар, кезекке тұрған адамдар, көп балалы отбасы, сосын бар мүгедек адамдар, бірінші, екінші топтағы, сосын жетім балалар және жетім бала асыраушылар, жаңа мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы отбасылар қатысады. Бұл отбасылар ерекшелігін айтатын болса, бұл мемлекеттік бағдарламаның ерекшелігі пайыз мөлшерлемесінде, алғашқы жарнасында және үйдің бағасында. Мысалға нарықтық баға орта есеппен алғанда осы Тараз қаласында 300 мыңға жуық деп алатын болсақ, ал мемлекеттік бағдарлама арқылы 160 мың теңгеге алуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар жастарға жол ашатын бағдарламаның бірі әулеті жастары. Аталған бағдарламаға биыл 2 миллиардқа жуық қаржы қаралып жатыр. Айта кетейік, бұл жобаға Жамбыл облысының жасы 35-тен аспаған тұрғындары қатыса алады. Жансая Жамбулатқызы, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.